Ассалаумағалейкум барша құс-сүйер қауым, шаруашылық қауым. Мына жерде сұрақ қойып кетіпті. Балапандарым аяқтарына жатып қалып тұра алмай жатыр деген. Осы сұраққа жауап берейін деп едім. Жалпы бұл қалай, не үшін болады, неден болады, айтып кетейін деп едім. Неғып болады, қалай емдеу керек? Бірінші, ол неғып болады? Инкубация жаман болуы. Мысалы, қалай инкубация жаман болуы? Болашақ тұқым дұрыс инкубаторға салынбауы, дезинфекция жасалмауы, жұмыртқаға жалпы дұрыс қаралмауы. Если сіздің жұмыртқаңыз тауықтың астынан шықса, ол тауық дұрыс жерде жатпауы, балапан туыласап, балапан керек емес, қоқыс-моқыс жеп қоюы, тағы басқа факторлар әсер етеді. Енді екінші, кальций жетіспеуі, аяғына жатып қалса, ол кальций жетіспеуі, сүйектердің қатаймауы деп білінеді. Бұл кальций бізде кормовой мелда бар. Жем сататын жерден кормовой мел аласыздар. Оны 1 килограмм жемге 300 грамм кормовой мел араластырып, ауру балапан тауық құстарыңызға бересіздер. Енді кормовой мел болмай жатса, тауықтың жұмыртқасының сыртын тыстамай 200-300 грамм жинап, тоже жемге араластырып берсеңіздер болады. Кормовой мелдарыңыз жоқ болса, тауықтың жұмыртқасының сырты, бұл да кальций болып саналады. Енді үшіншісі, пропойка жасау керек. Пропойка дегенде, пропойканы чиптоникпен жасайсыздар. 3 күн чиптоник бересіздер. Беті бер қарайды. Сонымен ары қарай марганцовка, сондай нелер бересіздер. Енді осы сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Қысқа нұсқа. Көмектессе, достарыңызға таратып, лайктарыңызды басып, каналды қойып кетіңіздер. Сау саламатта жүріскенше.